Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін бірге картошка пирожныйларын жасайық. Бәріміздің бала кезімізден сүйіп жейтін пирожныйымыз деп ойлаймын. Көптеген рецепттер бойынша печеньені блендерден езу арқылы жасалынады. Бүгін мен шоколадты бисквиттен жасадым. Бірге дайындайық. Керек заттарды описаниеға жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа құрғақ ингредиенттерді електен өткізіп саламыз. ұн, қопсытқыш, тұзды саламыз. Және де какаоны салып електен өткіземіз. Қантты салып араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді сары май, жұмыртқа, өсімдік майы, сүтті құйып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ұнның түйіршіктері қалмай біркелкі масса болуы қажет. Формаға пергамент қағазын төсеп, жан-жағына май жағып, 170 градуста 35-45 минутта пісіріп аламыз. Бисквит толық суығанша вареный сгущенкамен бөлме температурасындағы сары майды блендермен араластырып, немесе миксермен араластырып, крем дайындап аламыз. Толық суыған бисквитті қолдың көмегімен немесе блендермен үгітіп аламыз. Бәрін осындай етіп блендердің көмегімен үгітіп алдым. Енді осыған кремді салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді осыны 11-12 бөлікке бөліп, сопақша немесе домалақша етіп формалаймыз. 10 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Холодильниктен тұрғаннан кейін жақсы формаланатын болады. Осылай қолдың көмегімен тегіс етіп формалап шығып, қағаз қалыпқа салып шығамыз. Сонда әдемі көрінетін болады. Ыдысқа какао ұнтағын салып, пирожныйды аунатып, әсемдеуге болады. Әсемдеуі өзіміздің қалауымызша. Мен шоколадты ыстық суға салып ертіп алып, осылай бетіне өрнек жасап шықтым. Және де әсемдеуге арналған осындай конфеттердің көмегімен сәндеуге болады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше пирожныйлар. Ас болсын, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.